Сіздің де балаңыз кітап оқымайды, есесіне күні бойы қолынан гаджет түспейді, солай ғой? Мұндай мәселе менің де үйімде бар. Олай болса, мен, Зарина Муслим, 3 баланың анасы, әрі балалармен жұмыс істейтін продюсер, өздеріңізге бір кеңес айтқым келіп тұр. Freedom Media платформасынан кітап құмар күшік деп аталатын мультфильмді көріп, балаңыздың бойынан кітапқа деген қызығушылықты оятуыңызға болады. Бұл мультфильм тек кітап құмарлыққа үйретпейді. Бұл мультфильм шынайы достық туралы, достыққа адалдық туралы. Кішкентай күшік өзінің кітап дүкенін ашады. Өкінішке орай басында оған мүлдем ешкім келмейді, ешкім одан кітап сатып алмайды. Бірақ оның көңілі түспейді, себебі ол кітап оқығанды жақсы көреді. Және әр кітаптың бетін ашқан сайын ол қиял ғажайып әлеміне сүңгіп кетеді. Жалғыз өзі бармайды. Қасында Little Girls және де басқа достары бар. Мен сіздерге тұтас сюжетті айтып беріп жатырмын, айтпай қояйын, әрі қарай өздеріңіз көріңіздер балаларыңызбен бірге. Freedom Media'да қазақша дыбыстаумен.